Йо, бәріңе сәлем достар, сендермен Асқар және Рамазан. Эй, қалайсыңдар достар? Короче, достар, бүгін Скибиди туалеттің 62-ші сериясы шықты, бірақ бұны видеоның соңында көреміз. Себебі біз қазір просмотр айтсайсың. просмотрлар ужасына. Каналын қарасай 29 миллион подписчик. Сендер де достар обязательно видеоның басында лайктарын басыңдар осы видеоға и комментарий қалдырыңдар. Сосын каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Обязательно осы 29 миллионға жетіп алайық. Десең қате болады деген. Короче, саған саған мен Ромчик мынаяқтағы батылды көрсетемін да қазір ше, осы төбелескеннен кейін сен өткен сюжетті примерно білесің. Қазір мынау төбелесті көреміз, сосын видеоның соңында 62-ші серияны көреміз. Короче, 59-ші сериядан 62-ге дейін көреміз ау деймін. Дайынсың ба? Дайынбыз. Ал достар, сендер видеоға лайктарын басар обязательно, каналға тіркеліңдер, комментарий қалдырыңдар. Давайте, біз бастаймыз. Так, сен наушниктесің ғой, өйткені мен көріп қойған ғой мұны. Қойдың ба? Конечно, мен уже 4 рет победил. Тура біз ойында төбелестірдік қой, тура сол жақта төбелесе ма? Одан да лучше төбелеседі, брат. Вообще айрат. Мен бірінші көрейін деп тұрмын, еще білесің ба, Скибиди несін, клипін. В смысле бірінші рет? Бірінші рет? Клип, бірінші рет көрейін деп тұрмын. Осындай ма? Шортс емесін, я? Олар ауысып кетті осындай форматқа, я? Короче, міне. Камерамен ба? Бұның аты спикермен. Спикер. Аха. Мынау камерамен. Не болып отыр сонда, не үшін қалада атысып бітішіп болып отыр, апокалипсис? Злодей ма? Иә, мынау, короче, злодей емес, бұл жақсы еді, анау молнияны көріп тұрсың ба, анау тоғырып отыр ғой, оның миына Скибиди мініп алды да, короче, управлять етіп отыр. Ой, ё-моё, профессионал болып, саған түсіндірген рахат екен ше. Мына екеуі төбелесе бар, короче. Анау да тупой екен да, шитіне ататын, аяғын атпай ма, басын атпай ма? Иә, бірақ ұтады, бәрі имбауы қарсы, бәрі бос келеді. Ба, эпично отыр ғой. Эпик, ой эпик. Анан қара. Кішкене ғана? Иә. Мәш, өл қалды ма? Иә, біз осы жерде жылауымыз керек. Чо, анау не үшін секірден әлім жетеді? Иә, типа қаһарман болып құтқарғысы келді ғой. Ананың кішкентай ғой. Иә. Ана соң көреді да, несі ма? Жынданбайды. Ол байқағанда жоқ оны өледі. Йоп түгідік. Кувалдысын тастап кетті. Туалет. Қате болды, қате. Біз навардың атынан көріп отырық қой, сен байқадың ба? Біз ше? Біз де зрителіміз ғой, біз де осы сюжеттің ішінде бармыз. Біз мынандай камера тұр ғой ше. Камера жақпыз ғой. Соң бетімен қарап отырық. Соң көзімен көріп отырық. Міне, короче, ұрып жатыр. Ё-моё. Жестко. Міне мынау. Неге маған жабылып жатыр бәрі? Енді бұл бір өзі ғой, ең үлкен босс, жалғыз сол қалды ғой. Қазір міне мынау жесткий босс көмектеседі. Не болып қалды? Ана қыз, короче, мына басына кіреді да, ана ішіндегі Скибидиді шығарып алады. Управлять етіп жатқан. Мынау да босс. Бізде атып жатыр ғаны. Қорқып жатыр. Болды, кетіп қалды. Қорқып кетті ма? Қорқып кетіп қалды. Әні өлді, әні көрдің ба? Құтқаруға кетті. Болды, короче. Йоп, түгіді. Короче, по сюжету қазір мынау ше, мынау кешірім сұрап жатыр анаған. Төбелескен үшін бәрі, осы өлген үшін ше. Просто бұлар сөйлей алмайды ғой. Мен саған озвучка жасап беріп жатырмын. Просто ананы управлять етіп қойды, иә? Бұл неде, бұның орысша озвучкасы бар. Бірақ саған оны көрсетпеймін, себебі вообще түсініксіз ғой озвучка. Лайктарын басына достар обязательно. Вот, короче, ендігі батал. Жалпы қалай болып жатыр?
Нормально ма? Әдемі отыр, иә. Осы жер ең жаман жер. Туалеттер жек көріп кеттім ғой, что-то. Туалеттер жаман ғой. Сол үшін жек көресің ғой. Ёп, түгідік, апокалипсис. Бұлар айрат қазір. Болған. Лондон. Туалеттер чорт па, немене бәле? Вообще. Әшейін ғой олар. Айрат тастайды бар. Еба. Четко осы жерін айт маған қара. Четкий круг жасады. Круг победы. А что олар өлмейді? Енді бұлар бос ғой. Ең үлкен ғой камера. А қазір ең үлкен туалет бар ма? Қазір ендігі сериясында пайда болады. Мына ара ішіп отыр ән. Қарсы. Маған не дұрсы. Бос па? Типа бос, иә. Ол да қатты бос емес, серьезный бос емес, короче. Қате. Еба. Бол жарылды. Кетті, короче. Ұшып жүр ғой соның несімен, унитазымен. Лайк баса береткен, Енді, иә. Ұмыт көтпесін дейді лайкта. Мынаны істеген адамды десе қалай істеген? Иә. Өте қиын нәрсе. Оставим осындай просмотрға. Бух етеді. Четко. Да, четко, да, бізді тексит, давай. Бүйтіп істеуің керек. Нормально, бәсе хотя бы семен болды. Дауысыңыз шықты. Иә, дауыс шықты. Короче, достар, біз әйтеуір дегенде енді 60-шы серияға жеттік. 60, 61, 62. 62-ші серияда не болатынын білгім келіп жатыр. Мен көрмеген бұл серияны. Просто мынау жаңа қосқанбыз бір рет. Бірақ оны көре алмадым мен. Қосқан кейін қызы болып қалды екен бәрі. Короче, міне. Жағасы ма? Жалғасы. Жаңа қашып кетті ғой, мынау ше қашып кетті ғой. Вот соны көрейін деп жатыр. Типа айтып отыр ма? Осындай жағдай болып жатыр деп. Қалай сөз еді? Скибиди. Иә. Сен неге, короче, ана қашып кеттің дейді да. Сен біздің бос болуға достойны емессің дейді, короче. И, в общем, переворот болып отыр бұл жерде. Мәш. Тыныш. Бұл ананың подчиненный. Мынау құтқарып отыр ма? Иә, мынау бос қой, ең үлкен бос қой. Мынау. Қорқып қана? Енді сондай бос енді. Мыналар, короче, рахмет келгенге дейді. Рахмет көмектескенге дейді. Мынау бос болып отыр. Врагтар бар деп жатыр. Мыналарды көріп қойды. Ол өлді бар. Өлетін кезде лайк деймін. Иә. Вот. Бұны кім көрсетсе? Кім? Бұлар телевизордан көріп жатыр. Мыналар көрді. Жаңа серияда отырады естеді ғой. Бұлар көріп жатыр. Болды енді. Айырамыз дейді, короче, сағырды. И, в общем, сөйтіп, біз 61-ші серияға келдік. Мынақта жаңа персонаж пайда болды. Жаңа спикер қыз пайда болды. Қазір көрсетемін саған ол спикер қызды. Так. Қазір айтамын міне. Нар. Соқсып жатыр қазір. Міне. Иисус қана? А? Сол ма? Жоқ, шынды ма? Әшін біреудің басы ғой. Міне, жаңа қыз пайда болды. Жаңа спикер қыз пайда болды. Вот. Мен түсінбейді ғой көрін ма? Мен түсінбейді. Мықты ма? Жесткий, Типа буфер ма? Спикер, я буфер. Көрін ба? 5 секунд ғой, әшейін. Раз, два, и все. Қауым берді, бізді құтқарды, короче. Біз жақсы көріп қалдық бұл қызды. Бәрі қол билеп жатыр, короче.
Болды, қуанып билейді. Эх, біз лайк бастық, конечно. Қараса қанша лайк? Бір лайк деп сұрайды ғой ше, и 1 миллион 300 лайк жинайды ғой өстіп. А мен әр секунд сайын сұрап отырамын ғой. Мынақты қара. Болды, достар, короче, біз 62-ші серияға жеттік. Енді не болатын? Енді мен де көруім керекпін, по идее. Қалай береміз? Нахуй сен көрерші, мен примерно түсінемін не отқан. Так, бұл камералар не істеп жатыр? Туалетке жатыр. Аха. Ойнап жатыр. Ого, волейбол. Волейбол ойнап жатыр. Бәле болады достар, әшейін ойнап жатқан ше. Қазір бостар келді көрсетеді, сазайларын таттырады. Қашып келе жатыр. Соғыс басталды. Типа өздерінің базалары ғой негізі. Иә. Жаңа. Бәрі өліп қалды. Мынады бәрін жарып жатыр. Сразу саған шарпып тастады ғой. Сен жаңа айтып отқаның ғой, ски видео бар. Слабый деп ше. Мені бытшын шығарып жатыр. Ана екеуі келу керек та құтқару керек енді. Ёптігіді. Мен даже көрмей енді. Келесі серия бұл ютубер 3 күнде бір видео шығарады, кажется. 6 күн, бір аптадан кейін шығады енді серия. Апта сайын бір видео шығады. Бір аптадан кейін. Бұрыннан бері ски видео түсіре ме сонда? Иә. Бұрында атақ тумады ма? Да, видео өтпей жүрді ме? 244 бірақ біз давай дейік та подписчиктерге. Иә. Біз шілі беріліп кеттік достар, сондықтан да сендер обязательно каналға лайк басыңдар. Осындай видео ұнаса, мен вообще маған қатты ұнады енді. Ұнады ма? Дерзкі. Болды ғой, короче, достар. Ромаға ұнаса енді лайктарын басып өтіңдер, каналға тіркеліңдер, комментарий қалдырыңдар. Келесі 63-ші серия шыққанда біз обязательно ски видеолар ұтылады деп ойлаймыз. Ски видеолар ұтылу керек негізі. Ну, дело всегда сонда ұтылады ғой. Бірақ білмеймін енді мынау ұтылып қалса типа енді контент өтіп қалады ғой. Сосын білмеймін, жалғаса береді деген ойнап. Жалғаса беруі де мүмкін. Короче, ендігі апта мен көріспеймін, мен ертең видео шығады, менде күнде видео шығады достар. Просто ски видеоды ендігі апта көреміз. Давайте достар. Давайте.